Қайырлы кеш барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кетіп бүгін кештегі әңгімеміз қазақтың 300, оның ішінде алшынның байлы тармағына жататын таз руы туралы болмақ. Таз тайпасы деп айтсақ та болады, таз руы деп айтсақ та болады. Енді бұл таздар туралы ең бірінші рет мына таздар телеулермен бірге 18 ғасырда Тевкелевтің жаңағы жазбаларында кездеседі. Одан бөлек тек қана қазақ халқының құрамында емес, таз деген ру қазақтан бөлек башқұрт халқының құрамында да бар болатын. Бұл жөнінде ғалымдар Востров, одан кейін белгілі өзіміздің жазушы Сәбит Мұқановтың баласы Марат Мұқанов сияқты тарих ғылымдарының докторлары бұларды зерттей келе айтады. Ерте кезде Қазақстан өңірінде бұл тайпалардың бәрі көшіп қонып жүрген дейді. Солар белгілі бір себептермен бөлініп кетіп, осы таздар башқұрт халқының құрамына барып қосылған, сөйтіп башқұрт халқының құрамын құрып кеткен деген әңгіме айтады. Одан бөлек Кузеев мысалы Башқұртстан мен Орал тауларының өңірінде таздар ертеректе 13-14 ғасырларда мына табындармен бірге барып қалуы әбден мүмкін деген сияқты әңгімелер айтады. Және бұл таз атауымен өзге де кейбір тайпалардың құрамында тармақтары бар, әсіресе орта жүздің ішінде бар дейді. Мысалы Тасарғын, Тасқоян деген сияқты. Одан бөлек солтүстік Алтай халықтарының ішінде де тас деген тармағы бар дейді. Қырғыздардың ішінде Сарбағыш руының ішінде де таздар тармағы деген бар дейді. Одан бөлек өзбектердің ішінде жаңағы таз қатаған, Зеравшан өңірінде тұратын маңғыттардың да ішінде бір тармағы да таз деген тармақ кездеседі дейді. Одан қалды түркмендер, Йомут тайпаларының ішінде де таз тармағы кездеседі деген. Одан бөлек әрине енді ноғайдың ішінде болады, өйткені алшындар ежелгі ноғай ордасының халықтары болатын. Одан кейін белгілі ғалым, тарих ғылымдарының доктор Патаф та өзінің зерттеуін алға тартады, жаңағы өзінің тұспалдауын, өзінің жобасын ұсынады. Яғни мына таздардың телеулермен өте жақын деп айтады. Және де ертедегі мына моңғол шежірелерінде дейді, таз жаңағы телестермен бірге орман халықтарының құрамында болған, оларды кейіннен моңғолдар бағындырған дейді. Және де таздардың, ол кісі де таздардың негізі өзінің ата қонысы Алтай Саян өлкелері деп айтады. Таз жаңағы таздың да енді халық санын білгісі келгендер, оның жаңағы нақты орналасқан, көшіп қонатын жерін білгісі келген азаматтар болған. Олар айтады, бұл таздардың көп көшіп қонатын жері Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау облыстары дейді. Және де таздардың 1917 жыл негізі біраз азаматтар жаңағы халық санын, рулардың санын білуге тырысқан кездер болған. Сол кездегі 1917 жылғы санақ бойынша таздардың саны 20 мыңның жобасында деп атаған болатын. Бұларда әр қазақтың басқа да ру тайпалары сияқты өздерінің жаңағындай жауға шапқанда ұрандап шабатын ұрандары бар. Бұлардікі Төремұрат деп келеді. Шежіре деректер бойынша таздың жаңағы Абдал, Жастабан және Шарға сынды ұлдары болған дейді. Келесі бір шежіреде таздан Естен Абай, жаңағы Қабай тараған, одан әрі өз реттермен Абайдан Жастабан мен Шарға дейді. Қабайдан Абдал, Жастабаннан Байсары, Сүйірбаш және Тілес, Шарғадан Ақсерке, Жақсыбай, жаңағы Жолым, Асан, Сырлыбай, Күнбас, Жиен және Жантай. Абдалдан жаңағы Шоқтығұл мен Құлай, олардан Өтес, Жапақ, Мәметқұл, Көшей дейді, Келдібай және жаңағы кішкене болмаса Тұрымбет ұрпақтары өрбіген дейді. Жазба деректерде таз жаңа айтып кеткендей Тевкелевте айтылған болатын. Жаңағы бұл рулар башқұрт құрамында да болған болатын. Бұл руды зерттемеген адам жоқ. Әсіресе Якубовичтің зерттеуінде, Якубовскийдің зерттеуінде Абдал тайпа ретінде 4-5 ғасырлардан белгілі дейді. Ол тайпа рулар түркменге де, қазаққа да келіп қосылған деп тұжырым жасайды. Мына түркмен абдалдар 18-19 ғасырларда Маңғыстау мекендеп қалған дейді. Таздарға жаңағы сол кездерде жаңағы абдалдардың
яғни осы қазақтың таз руымен араласуы әбден мүмкін деп Якубовский өзінің тұжырымын жасайды. Абдал өзбектің Лоқайында да кездеседі, қырғыздың Сарбақш тайпаларының құрамында да кездеседі дейді. Таздың ұлы жүзде Жалайыр тайпасының Сырманақ руында да, Ысты тайпасының жаңағы Ойық руында да, Албан тайпасының Бозым тармағында да, орта жүз Ашамайлы Керей руында да ата есімі ретінде кездесіп қалып отырады дейді. Бұлар енді ұраны жаңа айттым, Төремұрат Бақай болып келетін болса, таңбасы бұлардың қамшы дейді. Моңғолдардың құпия шежіресінде де мысалы Енисей өзенінің бір саласының атауы Таз еді деп көрсетеді. Осы өңірдің орман халықтарының да бір атасы Таз еді дейді. Және Гоби шөлін мекендеген моңғол руларының бірінің аты Таз деп айтады. Бүгінде 300 жаңағы мекендеген өңірлер жаңағы таздар түгел тараған. Сонда бүкіл қазаққа танымал Төремұрат, Өтен, Нарымбай сынды таздан шыққан батырлар, жаңағы Дәдем би сияқты, Қашқынбай мен Балауырас сияқты ақындар таздың қасиетті ұрпақтары болған болатын. Ұлы жүздің Албан және Ысты тайпаларының құрамында да мысалы жаңа айтқандай таз тармақтары бар. Және де таздан Равил Шырдабаев сияқты экономика ғылымының да докторлары шыққан. Тазда қазақтың өсіп өркендеуіне, дамуына үлкен үлесін қосқан қазақ руларының бірі. Бүгін